Сәлем достар, қалайсыңдар? Достар, жо там карантин қалай өтіп жатыр? Карантинде іштерің пісіп жатыр ма? Онда менің арнамда Тиконы көріңіздер. Достар, бүгін біз не істейміз? Бүгін біз не істеп тұр? Тико деп мо, Тико арнасында Баханың өмір деген жаңа сериал шықты. Өте керемет сериал. Енді достар, каналға тіркеліп лайк, комментарий жазып кетіңіздер, мені қолдап, сіздердің қолдауларыңызда біз дамимыз және қазақ ютубын қолдап кетіңіздер. Астында қызыл кнопканы басып каналға тіркеліңіздер достар. Біздің 1000 подписчикке жетуімізге көмектесіп жіберіңіздер. Ал біз Баханың өмірін бастаймыз. Ал кеттік достар, каналға тіркелейік. Көп рахмет достар, маған қолдау көрсетіп жатқандарыңызға, каналға тіркеліп жатқандарыңызға. Міне мынау менің үйім. Мынау қарапайым өзімнің үйім. Менің атым Баха. Бәрі мені ауылда Баха дейді. Менің ауылым Бесқайынар ауылы. Достар, мен қалай өмір сүрем? Мен қарапайым ауыл тұрғынымын. Мынау менің бақшам. Ал достар, енді бақшам міне мынау. Достар, міне картошкалар шығып, мына картошкаларды алып алайық, апарып сатамыз қазір магазинге. Ақша табамыз, ақша. Давай достар, картошканы егейік. Кет 4 картошканы апарып сатайық. Тоқтаңдар достар, бізге бірінші сундук керек, осы. Бірінші сундук табайық. Жұмыс жасайық, ақша табайық. Мынау бізде осындай сундук, тағы не? О, қалайсың? Саудагер, қалай? Жақсы, өзі қалайсың? Жақсы. Жо там сундук, пештерің бар ма? Бар ғой, бар. Көрейік. Ой, кешір. Арға өтіп кетсеш бар, Жүнді мұны? Ой, сатпайсың ба? Кет бар, бері ұрдығы сатпай, кет бар, кет. Жарет, бұл ашуланба, кеттім. Ай, мынау өте ашулы екен. Қалайсыңдар көршілер? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Мынау бізде, қалайсыздар? Жақсы. Достар, мен қылыш алайын ба? Қылыш алып аламын ғой деймін. Қылыш қорғанғанға керек болады. Қылышты 4 картошкаға бересіз ба? Менде 4 картошка бар еді, қылыш бере тұрасыз ба? Қылыш негізі 15 картошка тұрады, ағаш қылыш. Онда қарызға бере тұрыңыз, сосын 15 болса, сонда 11 картошканы әкеп берем. Жарайды, ал, саған седеп қой, Баха. О, рахмет. Жарайды онда. Рахмет. Әкеп ұстаймын ғой. Жарайды, жақсы, давай. Ал достар, кеттік. Біз аңға шығамыз ба? Қылышты алдық қой. Қылышты алдық, енді не істейік? Бірінші аңға шығайғы. Кеш ақылы зомбиларға келгенде қорғанатын боламыз. Сиыр бар еді ғой, бір сиыр. Осы маңнан сиыр көргенбіз. Картошкалерді пысама бейіл. Картошкалер пыспайды ау деймін. Тоқта, бірінші біз сиыр тауып алайық достар. О, міне қой. О, міне ет таптық. Енді сиыр табайық. О, міне сиыр таптық достар. Сиыр таптық. Енді ет деген жинап алдық. Кеттік тағы.
Тағы не бар, тағы не бар. Кеттік ауылға. Достар, міне біз неге келдік? Магазинге. Бұл жерге біз не істейміз? Бұл жерге біз бізде ет бар ғой. Киім алуға келдік. Ана теріден жасалған киімдер қаншада тұрады? Ол киімдер седеде бар өзі. Менде бір ет бар піспаған. Қойдың еті, 3 сиырдың еті, 1 шошқаның еті бар. Онда саған тек қана бас киімімен сыбы келеді ғой. Онда жарайды, бас киіммен сымын алайын. Қайда қояйын еттерді? Ада бірінші тұрған судыққа қоя сал. Жарайды, рахмет. Өзіме бір ет керек, қалқанша бір ет жарайды. Бір ет қазір қарны ашты жоқ. Сымымен пойдет. Ал. Жарайды, рахмет. Кет үйге барып тамақ ішіп алайық. Тату. Охо, үйге келдік. Қайда үйім? Үйім қайда? Адасып кеткенсің, базар жоқ. Міне, достар, бүгінгі бірінші күніміз осымен өтті де кетті. Бірінші күнім өте қызық болмады деп ойлаймын, бірақ маған сундук алу керек екен ғой. Далада жаңбыр жауды. Қазір күн болады. Мен ұйықтайын. Жарайды, достар, мен ұйықтайын. Ертеңге шейін давай, жолдарыңыз болсын.